Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өз қолымызбен лағман созып үйренетін боламыз. Видео сіздерге міндетті түрде ұнайды деп сенемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қамырға қажетті ингредиенттердің нақты мөлшері видеоның астындағы описание бөлімінде жазып қалдырдым. Дәл осы рецептпен елесеңіздер 4 порция қамыр шығады сіздерде. Ыдысқа 1 ас қасық тұз, 1 дана жұмыртқа және 1 кесе жылы су құйып араластырып, 350 граммға дейінгі мөлшердегі ұнды шетінен салып тұрып, өстіп қамырды илейміз. Қамырымыздың июін жақсылап қандырып аламыз да, жарты сағатқа демалуға қоямыз. Қамырдың июі қанып, жақсылап тұндырып алғаннан кейін, өстіп қамырды жұқақ бөліктерге кесіп, қолымызды майлап, екі қолмен қамырымызды өстіп домалақтап кішкене ғана созып, бір жерге жинап, бетін сұйық маймен жақсылап тұрып майлап, бетін целлофанмен жауып, тағы бір 5-10 минутқа демалдыруға қоямыз. 5-10 минут өткеннен кейін қамырды ашып, қайтадан барлығын шетінен өстіп қолымызды жақсылап майлап алып, шетінен қамырды өстіп кішкене созып қоямыз да, бетін қайтадан майлап, 5-10 минутқа тұндыруға бетін целлофанмен жауып қоямыз. Егерде қамырдың бетін целлофанмен жаппасаңыздар, қамырдың беті кеуіп, қамыр созылмай үзіліп кететін болады. Дәл осылай қамырды созуды қаламның жіңішкелігіне жеткенге дейін 2-3 рет қайталаймыз. Қамырды бір айландырып созып болған сайын міндетті түрде сұйық маймен майлаймыз. Егер майламайтын болсақ, біздің қамырымыз созылмайды. Лағманның қамырын созуды жаңадан үйреніп жүрген болсаңыздар, басында қиын болады, сосын үйреніп кетесіздер. Қамырды дәл осы әдіспен созып үйренетін болсаңыздар, қамырларыңыз түйіншек болмайды, бір шеті қалың, бір шеті жұқа болмайды, бір тегіс болып әдемі болып шығады. Қамырымыз ұзын болған сайын, қамырдың екі ұшын видеодағыдай қосып, қамырды бүктегендей ғып жинап қоямыз. Сол кезде қамырды созғанда бізге қолымызға алғанға жеңіл болады. Міне өстіп бүкіл қамырды шетінен созып шығамын. Созып болғаннан кейін жаңағыдай біркелкі ғып жинап, бетін майлап, целлофанмен жауып тұндырып қоямын. Осыны қамырдың жіңішкелігі осындай жіңішкелікке жеткенге дейін қайталаймын. Сіздерге видеода көрініп тұрғанша қамырдың майлы болып тұрғаны, қамыр неғұрлым майлы болса, соғұрлым әдемі созылады және бір-біріне жабыспайды. Енді өстіп қарындаштың жіңішкелігіндей болған кезде мен қамырды алып өстіп шетінен ұрғылап, шетінен бір шетке жинап қоя беремін, бірақ бір-бірінің үстіне қоймаймын. Дәл өстіп мен бүкіл қамырды созып ұрғылап шығамын. Видеоны қараңыздар, қамыр қандай жіңішке және бір тегіс болып шығып жатыр. Қамырымды қайтадан мен өстіп ең соңғы рет созылғанша ұрғылап шығамын. Арасында 1-2 қамыр үзіледі, ол ештеңке етпейді. Ең бастысы қамырымыздың барлығы бір тегіс біркелкі болып созылып шықты. Енді қамырдың екі қолға ілген жері созылмай қалады, оны өстіп екі шетін кесіп алып тастаймын. Сол кезде қамырымыз біркелкі болып шығады. Мен енді қамырды соза бастағанда кастрөлге алдын ала су құйып, астына от жағып қойдым. Қамырымды созып боламын дегенше су қайнап шығады. Сіздер де дәл солай жасайсыздар. Енді қамырды өстіп бөліктерге бөліп, шетінен кастрөлге салып, вилкамен қамырым бөлек болып пісіп шыққанша араластырып тұрамын, өстіп айналдырып. Қамыр қайнап шыққанда өстіп судың бетіне шығады, көбіктенеді. Көбігі кеткеннен кейін ғана қамырды сүзіп аламыз. Қараңыздаршы, менің қамырым бөлек қандай әдемі болып шашырап тұр. Енді қамырым бұдан да әдемі болып төгіліп тұру үшін мен бір десен қамырды салқын су дайындап қоямын. Сол салқын суға сүзіп алып, бір салып алып аламын. Қамырды салқын суға салып алғаннан кейін ыдысқа салып, үстіне 2-3 ас қасық сұйық май құйып, қамырды өстіп араластырып аламын. Сол кезде қамырым шашырап тұрады. Салқындағаннан кейін бетін жауып, тоңазытқышқа салып қойсаңыздар да болады. Шетінен өстіп лағманға қоса бересіздер.
Бүгінгі бейнеролик сіздерге ұнады деген үміттемін. Егер бейнеролик сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Бейнероликпен бөлісіңіздер. Сол кезде менің арнамның дамуына үлес қосасыздар. Сіздермен болған Айсел. Менің каналымда келесі кездескенше сау болыңыздар.